Сирияда болған зілзала кезінде үйінде астынан қалған тұрғын 3 айдан соң тірі табылды. Ажалдан періштесі қаққан азамат қатты жүдеп әлсіреген. Сақал мұрты өсіп, қу сүйегі ғана қалған ер адамды үйінде астындағы қапастан құтқарушылар аршып алып шықты. Іздеу шараларын аяқтауға бет алған шақта азаматтың қандай құдіретпен тірі қалғанын көпшілік түсінбей аң-таң. Әбден әлсіреген тұрғынға дәрігерлер бірден көмек көрсетуге кіріскен. Айта кету керек, 6 ақпан күні Түркияның оңтүстік шығыс аудандары мен Сириямен шекаралас аумағында 7,7 балдық жойқын зілзала болған еді. Соның салдарынан Түркияда 50 мыңнан астам адам мерт болса, Сирияда көз жұмғандар саны 6 мыңға жуықтаған. Оған қоса 400 мың сириялық зардап шеккен болатын. Бұған дейінгі құтқару шаралар кезінде мұнда 1,5 мың адам тірі табылыпты. Ал осы жолы үйінде астынан шығарылған адам 100 тәулік бойы нәр татпай тіршілік үшін төтеп берген.